Бейкі ауыл дейтін ауыл бар, осы Маңғыстау ауданында. Бұның мектебіне қатысты мәселе бар, сосын суына қатысты мәселе бар. Енді мектептің қазір жобалық сметалық құжаты бітетін болса, оны қаржыландырамыз. Суға қатысты бұның енді бір меншігін біз тиянақтауымыз керек. Бұл жаңағы республикалық меншікке қатысты. Сондықтан тиісті қаражаттардың уақытында бөлінбей қалуына байланысты мәселе болып тұр. Енді Жаңғылдадағы мәселелер де шешіліп жатыр. Мектептің жөндеу, интернаттың жөндеу жұмыстары. Өткенде кездескенде бір мектепке жаңағы автобус қажет деген, оның да мәселесін осы алдымыздағы жаңа бюджеттің мүмкіндігіне байланысты оларды шешеміз. Көптен айтылып жатқан тағы бір мәселе бар. Осы ауданнан сайланған облыстық мәслихаттың депутаттары көтеріліп келе жатыр бұл мәселені. Бұл Тұщыдық Шебір дейтін жолдың мәселесі. Бұрын енді бір мердігер жасаған бұл жұмысты, бірақ жұмыстың сапасы дұрыс болмады. Сондықтан енді бұл жұмысты да осы алдымызда тағы да сол мердігермен сөйлесіп жатырмыз. Тиісті заң орындарымен бірлесе отырып бұл мәселені де алдымызда шешеміз деп жоспарлап отырмыз.